Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай ягодный, яғни жидектен тұратын өте керемет, өте дәмді пирог дайындайтын боламыз. Менің арнамда осындай түрлі рецепттер табасыз. Жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басыңыз. Пирогты дайындау үшін ең алдымен біз құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз, яғни ұнымызды, қантымызды, разрыхителімізді араластырып аламыз. Кейін осыған салқындатылған майымызды 4-3 турап салып, түйіршіктер пайда болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Онымен бірге жақсылап араластырып аласыздар. Видеодағыдай түйіршіктер пайда болуы қажет. Дайын болған ұнды массамызға біз жұмыртқамызды және де бір ас қасық қаймағымызды қосып, әрі қарай қамыр пайда болғанша жақсылап тұрып илейтін боламыз. Яғни барлық ұнымыздың басы бірігіп, біркелкі бір қамыр пайда болғанша қолға жабыспайтын илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін арнайы пергамент қағазы төселген формамызға салып, жан-жағын келтіріп, яғни формалап аламыз. Барлығы бірдей қалыңдықта болуы қажет. Бортики дейді ғой, соның барлығын келтіріп, бірдей біркелкі қылып дайындап аламыз. Кейін қамырымызды дайындап алғаннан кейін ішіндегі салмасын дайындасақ. Салмасына біз дүкеннің қаймағын, яғни аламыз және оған қажетті мөлшердегі қантымызды қосамыз және де жидектің пюресін, яғни езбесін қосасыздар. Менде бұл жерде қарақат. Сіздер кез келген жидекті алуларыңызға болады. Бүлдірген, шие, оның барлығын қай жидекті алсаңыз да блендерден жақсылап өткізіп, пюре жасап аласыздар. Немесе ет машинесінен өткізіп алсаңыздар да болады. Менде бұл пюрені қатырылған күйі свежий түрінде қолдансаңыздар болады. Сонымен қатар крахмалымызды қосып, барлығы біркелкі масса пайда болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Түгелі бір-бірімен араласуы қажет. Біркелкі қоймалжың масса пайда болуы керек. Кейін осы массамызды, яғни салмамызды біз қамырымыздың үстінен құямыз. Біркелкі етіп құйып шығамыз да, алдын ала қыздырылып тұрған духовкаға 180 градуста 35-40 минут пісіріп аласыздар. Кейін піскеннен кейін суға қойып қоясыздар, яғни ортасындағы салмасы қатайғанша, әбден бөлме температурасына келгенше суытасыздар. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Ас болсын.